Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, тікелей эфирде күндізгі жаңалықтар. Бүгін Наурыздың 13-ші жұма, эфир тізгінінде мен Еламан Жаматов, сурда аудармада Айткүл Садықова. Коронавирус инфекциясын алдын алуға байланысты Қызылорда Мәскеу әуе рейсі 2 айға кейінге шегерілді. Бұл туралы облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының басшысы Ержан Абдыхалықов журналистерге арналған баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Ресейлік Аэрофлот компаниясы Мәскеу Қызылорда бағытында рейсті 30-шы наурыздан бастап ашуды жоспарлаған болатын. Бірақ қауіпті індеттің таралуына байланысты ол маусым айына дейін шегерілді. Сондай-ақ отандық Fly Арыстан компаниясы Қызылордадан Алматы мен Нұр-Сұлтан қаласына жаңа бағыттар ашып, билеттер сатылды. Шектеуге байланысты бұл рейсте кейінге қалдырылатын болады. Fly Арыстан компаниясымен бізде 16 наурыздан Алматыға және 20 наурыздан Нұр-Сұлтан қаласында рейстер ашу жоспарланған еді. Билеттерде 10 мыңнан астам билеттер сатылған болатын. Осы рейстерге қазір таңда енді осы болатқан әлемдегі жағдайға байланысты ол рейстерде қазір қысқартылып жатыр. Бірақ сату билеттері сатылғанына байланысты қазір 19 наурыз бен 25 наурыз аралығында Fly Арыстан мекемесі өзінің жолаушыларын тасымалдайды. Ал ары қарай сәуір, мамыр айына сатып алған тұрғындар олар Эйр Астана компаниясымен тасымалданатын болады. Сол бағамен, сол сатып алынған билеттің құнымен. Тақырыпқа сабақтас коронавирус қоздырғышынан сақтанудың жолы қандай? Аймақта аталмыш инфекцияға қарсы сақтық шаралары қалай жүргізілуде? Бұл туралы облыс әкімінің орынбасары Наурызбай Байқадамов және құзырлы сала өкілдерінің қатысуымен өткен брифингте айтылды. Аз уақыттың ішінде қауіпті індет 120-ға жуық елге тарады. 118 мыңнан астам адам оны жұқтырды. Қазақстанда бұл ауру тіркелген жоқ. Дегенмен мамандар оның алдын алуға жұмыс істеуде. Бүгінгі күнге дейін өңірімізде шетелде болып келген 54 адам оқшауландырылып, оның 32-сі үйіне қайтарылған. Араларында шетелдік азаматтар бар. Болжам бар, ауру тіркелу қаупі бар. Сондықтан ауру тіркелген жағдайда да ешқандай дабыл қақпай, паникаға түспей, бір-бірімізді абыржытпай, жаңағы кертартпа, жалған ақпараттарды таратпай, керісінше бір-бірімізге демеу көрсетіп жұмыс жасауымыз керек. Мамандардың айтуынша қауіпті кесел негізінен күн сәулесінен қорқады екен. Сондықтан мамандар бөлмеде жарықтың көп түсуіне, ауаны таза ұстауға кеңес берді. Сыртқа кіріп шыққан жағдайда өте жиі қолды 2 рет сабынмен, ең жоқ дегенде кез келген антисептикпен немесе дезинфектантпен қолды жақсылап жуып тазартып отырса, біз не только коронавирусная инфекцияның қоздырғышы, сонымен қатар тұмау тәріздес кез келген вирустық инфекциялардан біз арыла аламыз. Әрине бұл кеселмен күресудің қарапайым қағидалары. Пандемияға қатысты да шектеулер қойылды. Көпшілікті алаңдатып отырғаны азық-түлік мәселесі. Тұрақтандыру қорында 1219,9 тонна өнім қалыптастырылған. Аталған өнімдер тікелей қоймадан және әлеуметтік дүкендер арқылы, сондай әріптестік келісімшарттар негізінде өзге де сауда дүкендерінде бұл жұмыстар жүргізіліп жатыр. 16 наурыздан бастап мәдени көпшілік шаралар өтпейді. Әзірге шектеу қай уақытқа дейін созылатыны белгісіз. Наурыз мерекесі де кең көлемде тойланбайды. Наурыз мерекесі сияқты біздің ұлттық мерекелеріміз отбасылық ағайын туысқандар арасында өтетін болса, біз бүгінгі таңда қайта жаңғыртуға күш салып жатқан отбасылық құндылықтарды әрмен қарай дамытуға зор мүмкіндігін береді деп ойлаймыз. Алдымен халықтың денсаулығы, амандығы керек. Сондықтан шектеулер болады. 3-4 концерт бізде белгіленіп қойған, билетін сатылып қойған тұғын, олардың барлығымен сөйлесіп, біз оларды кейінгі уақытқа шегердік. Сондықтан ол концерттерде өтпейді. Оқушылар 3-ші тоқсанның демалысына мерзімнен бұрын шығады. Яғни 16 наурыздан 5 сәуір аралығында демалады. Жоғарғы және орта білім беру мекемелері қашықтықтан оқытуға көшеді. Айтпақшы, Назарбаев зияткерлік мектебінен қабылданатын оқушылар үшін өтетін емтихан кейінге шегерілді. Бірақ балабақшалар бұрынғыдай жұмысын жалғастыра береді. Оқушылардың 3-ші оқу тоқсанындағы қорытындылары осы аптада шығарылып толығымен бітеді. Колледждегі оқу процесі тоқтатылмайды, тек қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша жүзеге асырылады. Енді айтып кетуіміз керек, бізде облыстағы колледждеріміз Smart Nation колледж бірыңғай ақпараттық жүйесіне қосылған. Осы жүйе арқылы ұстаздар мен білім алушылардың арасында онлайн байланыс орнатуға толық мүмкіндіктер бар. Назарбаев мектебіне қабылдау емтихандарының өзінде де ол емтихандарға 1000-ның үстінде 2000-ға жуық бала қатысатын болғандықтан да ол емтихандар тоқтатылады.
Айта кетейік, сауда орындары мекеме қызметкерлері жұмыстарын жалғастыра береді. Бүгінде жолаушылар тасымалдайтын қоғамдық көліктерде әр рейс сайын тазартып тұру мәселесі қарастырылуда. Мұның барлығы қауіпті кеселдің алдын алуға бағытталған. Ал шектеудің қай мерзімге дейін созылатыны әзірге белгісіз. Тажымұрат Әлжан, Талғат Әлменов, Төрхан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Осы тақырыпқа тағы бір ақпар. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы коронавирустың жамағат арасында таралуының алдын алу мақсатында жұма намазына қатысты үндеу жариялады. Үндеуге сәйкес жұма намазынан бұрын айтылатын 30 минуттық уағыз 20 наурыздан бастап уақытша тоқтатылады. Намаз уақыты кіре сала азан айтылады. 4 ракағат сүннет өтеліп, жұма намазының 2 ракағат парызы қысқа сүремен оқылады. Намаздан кейін тәсбих тартылмайды, Құран оқылмайды, имам қысқа дұға жасайды. Дін өкілдері жұма намазының парызынан кейін оқытылатын 4 ракағат сүннетті үйде оқуға кеңес береді. Жамағат мешітке маска киіп келген дұрыс. Жұма намазға балиғатқа толмаған балалар мен денсаулығы жарамайтын қариялардың, науқастар мен әйелдердің қатыспаған абзал. Сонымен қатар намаздан кейін қол беріп, жұма қабыл болсын деп амандаспаған дұрыс. Ал ауа райы қолайлы аймақтарда жұма намазын мешіт ауласында оқуға рұқсат етіледі. Айта кетейік, мәлімдеме бүгіннен бастап күшіне енеді. Басқа да ақпараттар. Қазақстан Халқы Ассамблеясының бастамасымен Ұлы даланың ұлтаралық тілі форумы Елордада өткен болатын. Мемлекеттік тілді дамытуға бағытталған бұл шара өңірлерге челлендж ретінде жолданған. Түркістандық әріптестерінен эстафетаны қабылдаған ассамблеяның облыстық филиалы түрлі этнос өкілдерімен кездесу кешін өткізді. Абай әндерін нақышына келтіре тамылжыта орындап, қазақ тілінде еркін сөйлейтін бұл ару Айшани Дататрея үнді қызы нөмір 2 мұрагер мектебінің 6 сыныбында оқиды. Кездесу кешінде өзінің қазақ тілін қалай үйренгенін айтып, өз ойын ортаға салды. Маған қазақ тілі қатты ұнайды, өйткені бізде мектебімізде керемет мұғалім бар. Ол Дина Ұлпан қызы. Ол бізді көп нәрсені үйретті. Маған оның дәріс беруі қатты ұнайды. Сабақта біз презентациялар, жұптық жұмыстарды істейміз. Тағыда мен ағылшын тіліне және орысша да сөйлеймін. Абайдың өлеңдері білемін. Шил ауданындағы нөмір 252 орта мектепте білім алатын Елизавета Есмаева қазақ тілін білу әр адамның борышы деп санайды. Ол бала жасынан тіл үйренумен қатар домбыра үйірмесінде тәлім алыпты. Қазір бірнеше шығарманы еркін орындап, қазақ тілінде әнде шырқайды. Мектеп табалдырығына алғаш рет аттағанымда мен сыныптастарымның жартысы қазақ екенін және де олардың ана тілі қазақ тілі екенін көріп білдім. Сол кезде менің жүрегімде, менің санамда пайда болған ойлар, ол мен қазақ тілін қайтсем де үйрену керекпін. Бұл менің республикамның алдындағы борышым, парызым, міндетім деп. Алайда ол кезде менің жасым кіші болғандықтан және бұл мақсат мен үшін өте биік көрінгеннен менің өмірімде үлкен орын алған сүйкімді де сүйікті әпкеме көмекке жүгіндім. Оның есімі Айдана. Айдана екеуміз бос уақытымызда қазақ тілінде сөйлеп, екеуміз қазақша ән шырқап, өлең шырқайтынбыз. Соның арқасында мен тек қана қазақ тілінде таза сөйлей ғана қоймай, қазағымыздың салт дәстүрлерімен, тағамдарымен, сусындарымен таныстым. 5 жылдай болды менің домбыра сыныбында оқып жүргеніме, осы жылы бітіремін. Қармақшылық Альбина Гадирова лезгин ұлтының өкілі, аудан орталығындағы 250-ші орта мектеп ұстазы, білімді жас ұрпақтың санасына сіңіруге күш салып жүр. Орыс тілді сыныптарға қазақ тілінен дәріс береді. Юрмала қаласында Латвия мемлекетінде дүниеге келгенмін. Алайда мінеке ата-анама о жақтың ауа райы жақпай, біз мінеке осы қасиетті Қармақшы ауданына көшіп келді, қоныс аудардық. Мінеке осы жерде мен осы қазақ тілін жақсы меңгеріп, қазіргі таңда қазақ тілінен түрлі этнос өкілдеріне сабақ беремін. Менің арманым, мінеке мақсаттарым орындалды. Мен мақтан тұтамын осындай керемет елде, бірлігі жарасқан, қонақжай елде тұрғаныма.
қазақ тілінен сабақ бергенім үшін мен үшін ол үлкен мәртебе деп есептеймін. Кездесуге келгендер өздерінің тілді меңгеру машықтарымен бөлісіп, қазақ тіліне деген шексіз құрметін жеткізді. Шара соңында сырбойлықтар Атамекен әнін бірге шырқап, челленджді Ақтөбе облысына жолдады. Ассамблеясы Ұлы даланың ұлтаралық тілі атты челленджді Түркістан облысынан қабылдап, Ақтөбе облысына жолдаймыз. Асқар Тәжиев, Сырым Өтеген, Тосқан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы. Сала кетейік, осыдан бірер ай бұрын Сабалақ саяжайынан табылған Владик Цойдың Атамекен балалар үйіне орналастырылғаны жайлы айтқан болатымыз. Шаршы иығына дейін өсіп, қараусыз қалған кір қожалақ баланы сақшылардың өзі сол кезде Маугли деп атап еді. Ал енді ол қазір Маугли емес, қазақтың кішкентай нұр төресі. Балақайды белгілі журналист Миуа Байназарова бауырына басып, аналық мейіріміне бөледі. Бұл біздің нұртөре. Естеріңізге салайық, қос уақытқа дейміз бұл балақайды Владик деп атап келдік. Енді оның өз отбасы ғана емес, жаңа есімі де бар. Әз наурызда біздің кішкентай кейіпкеріміз ана мейірімі мен бауырларының қамқорлығын сезініп, бақытты жанұяның бір мүшесіне айналды. Солай ғой, Владик? Ата-ана мейірімін көрмеген балақай жаңа отбасының бір мүшесіне айналды. Енді ол бұрынғыдай көше кезіп, көрінгеннен қамқорлық күтпейді. Бүгінде оның анасы белгілі журналист, Айқын газетінің меншікті тілшісі Миуа Байназарова. Қамқор ана батылда жауапты қадамға баруының сырымен бөлісті. Мен уайымдағаным танымайды, үлкен бала. Сосын ана еркіндікке үйренген бұл. Бірінші ап келгенде өзімді ұрып, жаман жылағым келді. 2 күннен кейін өзіме жүгіріп келді. Мама деп, мама, это мой дом деп. Жүгіріп шығады алдымнан, мама деп құшақтайды мені. Сосын жаңа мен інімді жиенім ғой, соны папа деп соның ізіне ереді. Енді жақсы та, еркін уже үйім деп сезіліп ке жатыр бұл. Вот баба. Вот мам. Я, кіршіксіз бала көңіл ана мейіріміне бөленді. Нұртөренің аялы алақанның жылуын сезінбегенне де біраз уақыт болды. Оның мама деген бір ауыз сөзінің өзі Миуа апайдың жүрегін елжіретіп, көңіліне қуаныш сыйлайды. Мейірімді ананың перзентіне бұл есімді таңдауында да үлкен мән бар. Өскенде ұлым белгілі журналист, халық қалаулысы Нұртөре Жүсіп те елге сыйлы азамат болса дейді. Атын кім қойсам дедім де ойладым. Нұртөреден атақты мықты жігіт жоқ қой, сондай Нұртөредей болсын деп Нұртөреге телефон соқтым. Телефон соқым алды ғой. Сосын Нұртөре мен балалы болып жатырмын. Атын Нұртөре қойсам қалай қарайсыз? Ұлты басқа дедім. Құтты болсын, болады деп сөйтеді ғой. Құдай қаласа бұны жәймен үйренеді ғой. Бұны әдемілеп қазақшалаймын жазда піштірем. Сосын Нұртөрені қалай болса да шақырып, осыған батасын әперемін. Кішкентай Нұртөре қазір 1-ші сыныпқа барды. Тәртібі түзеліп, сабаққа ден қоя бастаған. Бір уақыт психолог, логопед мамандарының көмегіне жүгінеді. Бүгінде ол бауырларының қолғанаты. Аға әпкесімен тез тіл табысып, туғандай болып кеткен. Владик Нұртөре інім үйге келгелі, біз тез тіл табысып кеттік. Біз інім екеуміз күнде жатар кезде бөлмеміз бір бөлмеде екеуміз ұйықтаймыз. Екеуміз, яғни тәтем екеуміз сабағына көмектесеміз және оның ойыншықтарымен бірге ойнаймыз. Владик Нұртөре інім келгелі, біздің үйге бір шаттық, қуаныш келген сияқты болды. Ініме өзінің анасын, әкесі сезінбеген қамқоршылықты көрсетемін. Анамыз оны ешкімнен жоқ кемшілігін көрсетпей, өзінің как 3-ші баласы ретінде мақтаныш тұтып айтады деген ойдамын. Миуа Қожас қызы Нұртөреге дейін 2 перзентіне тәлім тұнығын сіңіріп келеді. Енді 3 бауыр бір-біріне қамқор болып, сенімімді ақтайды деген үмітте. Мейірімді ана кішкентайына марқұм жолдасының тегін беруді құп көріпті. Шынымен де әкесі бақтым ғой бұларды. Туған бойдан енді екеуі де бұлай қарағанда есі білмейді. Әкелер суретін көргені болмаса, тірі кезін көрген жоқ қой. Бірақ енді балдарымды өзім ер адам сияқты асырадым. Жұмыста жүргенде ойымдап жүрем, кітап кезінде кезек көтеріп жүрдім да. Оңай болған жоқ. Бірақ енді екеуі де қазір өзімнің немді ақтады. Бірақ айтам, мен балдарым
әкесі бар баладан жақсы болады деп өзім айтамын. Енді бұған да күш салып жатырмын ғой енді. Барында осыған салып жатырмын. Мен бақтым ғой, бұлар мені де бағатын шығар деп өзім армандаймын да. Анасының көңіліне медет болған кішкентай Нұртөренің болашақта дені сау болып, балалық шақтың бақытына бөленіп өсуіне біз де тілекшіміз. Амал күні қарсаңда қауышқан ана мен баланың қуанышы ұзағынан болсын. Қамшының сабындай аз ғана ғұмырда балалар жыламасын, аналардың көңілін мұң шалмасын. Гүлфайрус Пұрмағанбетова, Темірбек Кәкімов, Түріхан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Тікелей эфирде жаңалықтар. Белгілі композитор, шертпе күйдің шебері Секен Тұрысбек сыр елінде. Дара өнер иесі Қорқыт атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің студенттерімен кездесіп, ұлағатты пайымын ортаға салды. Тағылымды жиынға университеттің дәстүрлі өнер және гуманитарлық педагогикалық институтының студенттері мен оқытушылары қатысты. Кеш қонағы жас ізбасарларына тәлімді ойларын айтып, өнер жолының жауапкершілігін түсіндірді. Сондай-ақ дарынды күйші студенттердің сауалдарына жауап беріп, әрбір шығармасының шығу тарихына тоқталды. Шырайлы шараға қатысушылар ықыласын ән жырмен жеткізді. Өз кезегінде дара өнер иесі де бірнеше күйін нақышына келтіріп орындады. Дәстүрлі өнер институтында оқығандықтан өнер адаммен кездесу біз үшін үлкен бір тарихи сәт болып қалады. Ол кісі айтып жатыр ғой, қазіргі қазақтың қазақылығын сақтап тұрған осы күй өнері ғана дейді. Бізге осы күй өнерінің қасиетін, болашағы қалай болатынын сол жайында, барлығы жайында бізге көп мағлұмат берді. Өлместің кілті өнер дейді, сол секілді бар өмірін жиған терген осы күйшілік өнерге бет бұрған Секен Тұрысбековтай ағамыздың барша өнерімен, өмірімен жете таныстық деп білемін. Сондықтан да ол кісінің өнерін барша кейінгі ұрпақтарға нәсіп етсін деп тілеймін. Айта кетейік, Секен Кәрімұлының сыр еліне сапары мұнымен бітпейді. Бүгін облыстық Нартай Бекежанов атындағы Қазақ музыкалық академиялық драма театрында шығармашылық кеші өтпек. Өнер шарасы сағат 18:00-де басталады. Концертте композитордың 20-дан астам шығармасы оркестрдің сүйемелдеуімен орындалмақ. Ойларымызды ортаға салып, күйлерімізді тартып, жырауларды тыңдап, дәрістің жаңағыда бұл жақтағы бағытын жаңағы аяға алсын, жаңағыда ол қалай дамып жатқан, жаңғырып жатқанын көріп, бір мәртебеміз өсіп қалған жайымыз бар. Бұл домбыраны біздер жай сүйемелдеуші аспап ретінде қалаймыз. Бұл жерде бұл жатқан бір ансамбль, үлкен бір құбылысты көргендей боласың, үлкен әсерден, үнінен де көресің жаңағыда, тамағынан жаңағыдай. Домбыраның дауысынан жаңағы екеуінің үндестіре білу жаңағыдай қайран қалатын дүниелер көп ақшыркен. Жалғастырамыз. Өскелең ұрпақтың бойына туған жердің қадір қасиетін сіңіру маңызды. Осы ретте облыстық кәсіпкерлік және туризм басқармасы мен Визит Қызылорда туристік фирмасы бірлесіп жаңа бастаманы қолға алды. Яғни мектеп оқушыларын облыс орталығындағы көрнекі жерлермен таныстырып, тарихи танымдарының кеңеюіне жол ашты. Өңірде алғаш ұйымдастырылған сити-турға номер 7-ші арнайы түзету мектеп-интернатының оқушылары қатысты. Балалар әуелі облыстық мұражайда болып, киелі өлкенің құнды жәдігерлерімен танысты. Таңғажайып орынды құндылықтың қоймасы дерсің. Есіктен енгеннен туған жердің тарихына сүңгіп кетесің. Оқушылар жауһар жәдігерлердің әрбіріне зер салып, көзбен көріп, ерекше әсерге бөленді. Әлеуметтік тұрмысы төмен балалар номер 7-ші арнайы мектеп-интернатының оқушылары, мүмкіндігі шектеулі балалар сити-тур ұйымдастырып біз келіп жатырмыз. Бұл бағдарламаның мақсаты балаларға өзіміздің қаламыздың тарихы, осының маңыздылығын айтып түсіндіріп, жақсы тарихи өлкелерге барып таныстырып жатыр. Күнделікті мектепте енді тарих пәнінен, географиядан, жаратылыстанудан өздерінің біліп көріп жатқанын енді практикада бірге көріп, өз көздерімен көріп, соншалықты мағлұмат алып жатырмыз.
Әлбетте, сити-турды өткізудегі басты мақсат осы, оқушылардың ой танымдарын арттыру, тарихи жәдігерлерді көрген балалардың әсері бөлек. Жалпы номер 7-ші арнайы түзету мектеп-интернатында 120-дан астам бала білім алуда, ал тағылымды шараға 30-ға жуық оқушы қатысты. Осы мұражайға келгеніме өте қуаныштымын. Біз мектепте кітаппен немен көріп жүрсек, біз осы мұражайға келіп, көзбен көз көрдік. Баяғы ата-бабамыздың мытықтарын, медальдарын көрдік. Мұражайдан ерекше әсерленген оқушылар мұнан әрі қаладағы көрнекі орындарды тамашалады. Мәселен, тағзым алаңында болып, сұрапыл соғыс жылдарындағы жауынгерлердің ерлігісінен ақпар алды. Сондай-ақ қаланың сол жағалауымен бірнеше тарихи орындарды аралап көрді. Визит Қызылорда туристік фирмасы ерікті түрде, ерікті жылына орай осы шараны бірлесіп ұйымдастыруға ұсыныс білдірген болатын. Соған байланысты кәсіпкерлік туризм басқармасы ұсынысты қабыл алып, бірге осы шараны өткізіп жатырмыз. Қазақстан азаматтарын, осы Қызылорда азаматтарын осындай ерікті түрде экскурсия ұйымдастыруға шақырам, осы өскелең ұрпақтарға тарихымызды кеңінен таныстыруға. Ерікті бастама тұрақты түрде ұйымдастырылып тұрса құбағып. Ол үшін көп болып үн қосу керек ақ. Осы ретте айта кетерлігі, Визит Қызылорда туристік фирмасы ұжымы облыс орталығында басталған турды Байқоңыр қаласында да өткізуді жоспарлап отыр. Елжас Әбділда, Алпамыс Әшірбек, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Әзірге осы назарларыңызға рахмет. Біздің жаңалықтарымызды және басқа да бағдарламаларымызды Қызылорда TV.kz сайтынан көре аласыздар. Ал қазір экранда бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамы облыс көлемінде жауын шашынсыз. Арал ауданында күндіз 12 градус жылы, түнде 2 градус суық. Қазалыда ауа температурасы күндіз 14 градус жылы, түнде 2 градус суық болады. Байқоңыр қаласында күндіз 16, түнде 1 градус жылыны көрсетеді. Қармақшыда сынап бағанасы күндіз 16, түнде 1 градус жылыны көрсетеді. Жалағашта ауа температурасы күндіз 17, түнде 1 градус жылы. Сырдарияда күндіз 18, түнде 2 градус нөлден жоғары. Шиеліде күндіз сынап бағанасы 19, түнде 3 градус жылыны көрсетеді. Жаңақорғанда ауа температурасы күндіз 20, түнде 3 градус жылы. Қызылордада күндіз 18, түнде 2 градус жылы болады. ақш доллары 399 теңге 24 тиын, евро 448 теңге 95 тиын, Ресей рублі 5 теңге 31 тиын, Қытай юаны 57 теңге 1 тиын.